есеп көреміз. Су қандай табиғатқа жатады? Мөлдір табиғатқа жатады. Дұрыс айтасыздар. Су, адам суды ішпесе не істейді? Шөлдейді. Дұрыс айтасыздар. Ендеше біздер суды зерттеп көрейік. Дәмін қараңыздар, дәмін көрейік. Дәмі бар ма? Дәмі жоқ. Дұрыс айтасыздар. Ендеше иіске көрейік. Иісі бар ма екен? Жоқ. Иісі жоқ екен. Түсін қарайықшы. Түсі бар ма? Жоқ. Түсі жоқ екен. Ендеше пішінін көрейік. Үшбұрышты ма, төртбұрышты ма? Қандай? Пішіні жоқ. Дұрыс айтасыздар. Ендеше біздер зерттеп көрейік суды. Суда тұз бен шекер ерейді екен. Ендеше мен сіздерге тұз бен шекерді салып зерттеп көрейік. Дәмін көрейікші. Біз судың дәмін өзгертті ма? Қандай? Ащы су. Ендеше шекер салып көрейік. Қант суды не істеді? Қандай су? Тәтті болды. Шекермен біз судың дәмін өзгертті, е? Ал су шекерді не істеді? Ертті ма? Ертті. Дұрыс айтасың. Ендеше алып қойып, түсін де өзгертуге болады екен. Түсін өзгертіп көреміз бе? Түсін өзгертіп көрейік. Салам. Өзгертіп көрейік. Я, қызыл. Қызыл түсті салса, су қызылға боялады, я? Сала бер. Жасыл. Судың түсі өзгеріп жатыр ма? Қараңыздар, қандай түс болады? Қызыл, жасыл, сары, я? Айбек. Айтшы маған, бірінші стаканчиктегі су өзгерді ма? Түсі қандай болды? Жасыл, дұрыс айтасың. Айбек, сенде екіншісі қандай болды? Қызыл болды, дұрыс айтасың. Аршат, сенде қандай? Қызыл. Менде сары, жасыл және қызыл. Цветі түсі өзгерді ма? Өзгерді. Ендеше балалар, мен сіздерге сәттілік тілеймін. Көп рахмет сіздерге. Алдағы уақытта үлкен зерттеуші ғалым болыңыздар. Рахмет.